Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» жыр сюжетінің құрамдас бөлшектері. Оқу мақсаты әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру. Күтілетін нәтиже: Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» жырының сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдайды, эпизодтар мен бейнелерді салыстырады. Бағзы заманнан бері қарай өмір сүрген ақын, жыраулар қазақ поэзиясындағы замана көшінің бағыт-бағдарын елден бұрын бағамдап, өмір ағымының бет алысын, тіршілігінің тынысын тамыршыдай дөп басып танып отырған. Іштен тыстан келетін қауіп-қатерлерді алдын ала сезіп білген. Олар қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман болса, шаттана, масаттана жырлаған. Ел басына күн туған аласапыранда отты жырларымен қалың қазақтың жігерін жанып, тұтастық пен бірлікке шақырған. Ал туған жеріне жат жұрттықтар сұқ көздерін сүзіп, шеңгелдерін қол сала бастағанда, жыландай жылжып келе жатқан қасіреттен халқын сақтандырып, жыр мен зар жылаған. Жат пиғылдардың елдің іргесін іртіп, ырысын шашып, қазынасын қасықтап та, шөміштеп те таситынын елден бұрын аңғарған. Ақындар алмағайып заманда елдің жігерін жанып, төнген қауіптің бетін қайтаруға халық үндеп отырған. Шортанбай шығармаларының өзегі, беталысы, өзгерген заман, қайырымсыз қоғам, берекесі кете бастаған халық тұрмысы, елдің өмір сүру ырғағының бұзылуы, қонысы мен жерінен шеттетуге негізделген қысым көрсету, отаршылар мен жергілікті әкімдердің озбырлығы, жаңа қоғамдық қарым-қатынастан туындаған ел тонаудың небір түрлері, екі жүзді ел билеушілер, бұзақы тонаушы топтар. Патша отаршылармен қатар елді қанауға малды байлар да, алып сатар саудагерлер де кірісіп жүргенін шығармада көрсетеді. Бұларға қоса княздар мен генерал-губернаторлар, әскербасылар мен дінбасылар, соттар, тілмаштар секілді сол кезеңдегі әкім ұлықтарды елдің тыныштығы мен дәулетін судай шашады. Мұның өзі зар заман. Зарлығының белгісі ол сыйламас атасын. Тазы болыс хан қойды некесі туған шатасын. Қыз сыйламас шешесін, ер жеттім деп шаштасын. Өлең жолдарынан ұлдың атасын, қыздың анасын сыйламайтынын басым айтады. Ол тәрбиені әкеден, қыз тәрбиені анадан алады. Ата-ананы қадірлеп өскен қазақ ұлтының әдептен кетіп, туыстық сыйластықтың алтын жіптері сусып бара жатқанын өлеңге арқау еткен. Шортанбай ақынның шығармаларының дені дерлік, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай замандан аңсап, заман ағысының кері кетіп бара жатқанынан алайды. Мысалы, зар заман толғауында өткен заманның жақсылықтарын аңсау байқалады. Мұнда ақын заман азды, заң тозды, бұрынғы зорлар қор болды, қорлар зор болды, ұрпақ ата-анасын тыңдаудан қалды деп торығады. Ел ішіндегі әлеуметтік мәселені жырға арқау етіп, жұртқа төрелік айтатын билер мен ел билеушілердің парақорлығы мен әділетсіздігін, ел ішіндегі ауыздықты да, басқа да мін қылықтарды кінәлап, бұрынғы өтіп кеткен замандағы билердің әділ іс-әрекеттерін үлгі етеді. Заман қайтып оңалсын, байлар ұрлық қылады, көзіне малы көрінбей, билер жейді параны сақтап қойған сүрідей. Сол себепті заманның түрі бұзылды, текеметтің күндей. Өлең шумағынан ақынның күйініп, көкірегін қарс айырып, ұрпағына алаң болғанын запыран жырын төгеді. Келер ұрпақтың мойнына түсер ауыртпалықсыздықты көзбен көргендей, қолға ұстатқандай етіп айтып береді. Шортанбай негізінен болжампаз, көреген, ақылгөй, өсиетшіл ақын. Сондықтан жырларымен ақыл айтып, халықты түзу жолға салып, жөн сілтеуді өзінің зор мақсаты санаған. Ақын әр кезде терең толғап, өрнекті де өрелі сөз термелейді. Орынды да орнықты ақылдар береді. Нақыл сөз
тұжырымды пікір білдіреді. Мынау ақыр заманда алуан жан шықты, арам араз хан шықты, қайыры жоқ бай шықты, сауып ішер сүті жоқ, мініп көрер күші жоқ ақша деген мал шықты. Өлең шумағынан орыстар қазақ елін билеп төстеп, елдің шырайлы, құйқалы өңірлерін емін-еркін иеленіп, халықты жерінен, әдет ғұрпынан, дінінен бездіруге әрекет жүргізді. Соның белгісі арам, араз ханның шығуы, ханның әділ болмауы. Қайыры жоқ бай шықты, жолынан байдың дәулеті асса да, жүрегі мен көңілінің тарлығын жырнарқау етті. Әлімсақтан атадан балаға мирас болып, сан ғасырлар бойы алтын діндей жалғасып келе жатқан қазақ қоғамындағы қалыптасқан құндылықтар орыс озбырлығының әсерінен өзгеріске түскеніне күйінеді. Шортанбай Қанайұлы Зар заман шығармасында өз заманындағы қазақ даласындағы әлеуметтік теңсіздіктер мен өмір шындығын шынайы суреттеген. Сұңғыла жыршы болашақты болжай отырып, ұрпағының келешегіне алаңдайды, ұрпағын жамандықтан сақтандырады. Тапсырма: зар заман белгілеріндегі ең маңызды әрекеттерді ажырату. Бірінші бағанға зар заман кезеңіндегі кейіпкерлердің кескін келбетін жазып шығасыңдар. Бай болыстар, хандар, сол кездегі ұл баланы, қыз баланың бейнесі, ананың бейнесі, қазылар, билер, осылардың кейіпкерлердің кескін келбетін зар заман жырынан аласыңдар. Екінші, зар заман кезеңіндегі ең маңызды әрекеттер қандай болды? Міне, осыған тоқталасыңдар. Кері байланыстың тапсырмасы: мұның өзі зар заман, зарлығының белгісі ұл сыйламас атасын, қыз сыйламас шешесін, ер жетім деп шаштасып деген толғау жолын пайдаланып, заман бейнесін сипаттаңдар. Тек қана балалар осы мұның өзі зар заман, зарлығының белгісі ұл сыйламас атасын, қыз сыйламас шешесін, ер жетім деп шаштасып деген жолды ғана пайдаланасыңдар. Осы жолдан заман бейнесі қалай сипатталып тұр, осыны жазып шығасыңдар балалар. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезекте тапсырмаларыңды жүктейсіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.